Армысыз құрметті көрермен, эфирде тақырып бағдарламасы тізгіндеймен Гүлім Қажымқызы. Биыл мемлекеттік кірістер органының құрылғанына 10 жыл. 2014 жылдың 14 тамызында ел президенті салық және кеден қызметін біріктіру арқылы жаңа комитет құру туралы жарлыққа қол қойды. Қазір аталған орган халықтың әлеуметтік дамуы мен мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге зор үлес қосуда. Бүгінгі бағдарламамызда мемлекеттік кірістер департаментінің қызметі жайлы сөз қозғайтын боламыз. Қонақта Мерей Жұлдыз Сүлеймен, мемлекеттік кірістер департаментінің маманы. Сәлеметсіз бе? Біздің студиямызға қош келдіңіз. Жалпы енді бірінші сұрақ, мен жаңағы алдында айтып өттім, сіздерге биыл 10 жыл толып отыр, жалпы бұрынғы, қазіргі, жалпы осы 10 жылдың ішінде жасалынған жұмыстар туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн. Кеше 14 тамызда мемлекеттік кірістер органдарының құрылғаны 10 жыл бірінші мерейтойымызда атап өттік. Қостанай облысы экономиканың салаларында, барлық салаларында тұрақты өсуді қамтамасыз етеді. Бүгінгі таңда облыс дәнді дақылдарды ең көп жеткізуші болып табылады. Яғни жыл сайын жақын және алыс елдерге 1,5 миллионнан астам тонна жуық ұн экспортталады. Сонымен қатар темір рудасын, алтынды, хризотилді, асбесті өндірумен де айналысады. Қазіргі уақытта Қостанай облысының түсімдер құрылымында өнеркәсіп 14%-ді құрайды. 10 жыл ішінде өндіріс көлемі 5 есеге көбейді, яғни 542 миллиардтан 2670 миллиард теңгеге дейін өсті. Бұл дегеніміз жақсы көрсеткіш деп ойлаймын. Сонымен қатар облыс аумағында кәсіпорындарымыз бар, жаңа ССГПО акционерлік қоғамы темір кенін өндірсе, акционерлік қоғам Қостанай минералдары, хризото, асбес өндіреді, яғни шикізаттар. Бұл әлем бойынша біз 4-ші орындамыз. Сонымен қатар ауыл шаруашылығы экономиканың негізгі салаларының бірі. Жыл сайын бұл сала бюджетке кірістің 10%-ның астамына келеді. Кірістердің. Облыс экономикасын дамытуға шамамен 2 триллион 700 миллиард теңге 76 инвестициялық жоба инвестицияланады. Салықтық тиімділік және 72 миллиард теңгеден асты. Сонымен қатар облыста Қазақстандағы жеңіл автомобильдерді құрастыратын ірі кәсіпорындарымыз бар. Ол Қостанай қаласындағы Сарыарқа автопром жауапкершілігі шектеулі серіктестік компаниясы. Бұл жауапкершілігі шектеулі компаниясы кешенді дамуда 10 жыл ішінде 300 мыңнан астам автомобиль шығарған. Яғни осы 10 жылда 64 миллиард теңгеден астам салық төледі. Сонымен қатар осы Қостанай қаласында акционерлік қоғам АО Баян Сұлу бар. Кондитерлік фабрикасы жұмыс істейді. Еліміздегі кондитерлік өнімдер өндіретін ірі кәсіпорындардың бірі. Кәсіпорын облыс бюджетінен 12 миллиард теңгеден астам салық төледі. Кондитерлік өнімдердің 40%-дан астамы әлемнің 14 еліне экспортталады. Және де 10 жыл ішінде облыстың кірісі 304 миллиардқа өсті. Ал 2014 жылы бұл сома 95 миллиард болатын. Яғни 10 жылда жақсы көрсеткіш. Сонымен қатар 10 жылдық тиімді жұмыс барысында жаңағы 2,158 триллион салықтар мен төлемдер жиналды. Оның ішінде қарап айтайыныз, республикалық бюджетке шамамен 50%, немесе 1 триллион 272 миллиард теңге, ал жергілікті бюджет 886 миллиард теңге. Осы 10 жылдағы көрсеткішіміз. Жақсы, енді сандарды айтып жатырсыз, триллион, миллиард деген сияқты. Бұл дегеніміз енді біздің еліміздің экономикасына, жалпы салығына, салық түсімдеріне өте оң әсерін тегізіп жатыр деген сенімдеміз. Жақсы, онда келесі сұрағымыз енді жалпыға бірдей декларациялау. Осы неше түрлі кезеңдер, яғни қателеспесек 3-ші кезеңі өтіп жатыр. Жалпы қазір қанша адам жалпы тіркелді, яғни декларациядан өтті? Жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі 2024 жылдың 1-ші қаңтарынан 15-ші қыркүйегіне дейін. Яғни осы уақыт аралығында
жеке тұлғалар өздерінің 250 нысан декларациясын тапсыру керек. Үшінші кезең бойынша айтып өтейін, қандай тұлғалар тапсыру керектігін. Бұл заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, қатысушылары және дара кәсіпкерлер, және солардың жұбайлары тапсыру керек 250 нысанын. Осы 2024 жылдың июнь айында бізде өзгерістер енгізілді декларация бойынша, яғни бізде босатылды бейрезиденттер, олар тапсырмайтын болады осы 250 нысанын. Сонымен қатар тағы да бір өзгеріс, коммерциялық емес ұйымдардың құрылтайшылары, қатысушылары акционерлер декларацияны ұсынудан босатылады. Осы үшінші кезеңде. Төртінші кезеңде олар келер жылы тапсыратын болады, жаңа коммерциялық емес ұйымдардың жаңа атап өткен тұлғалар. Бұл жерде осы күнге дейін қаншама айтылып жатыр, бүкіл бақ өкілдерінде де, ресми парақтарда бұл жерде жаңағы жеке тұлғалар өздерінің активтері мен міндеттемелерін көрсетеді, яғни шетелдегі активтер мен міндеттемелер. Оның ішіне атап өтейін, 1000 айлықты есепті көрсеткішті, мысалы, шетелде счет сомасы болатын болса, счетыңыз болатын болса, шетелде оны көрсету қажет. Сонымен қатар шетелде мүлік, және жылжымайтын, жылжымалы мүліктер, жаңа машина, квартира дегеніміз сияқты, пәтер деген, соларды көрсету керек. Дебиторлық, кредиторлық қарызды көрсету керек, яғни сіз немесе сізге қарыз адамдар болатын болса, мысалы, соларды нотариалды куәландыру қажет. Бұл барлық активтер 2023 жылдың 31 желтоқсандағы жағдай бойынша жиналыс жаңа ақпарат бойынша тапсырылу қажет. Сонымен қатар айтып өтейін, бұл декларацияны тапсыру ең оңай тәсілдері өте көп. Біз қаншама жерлерде айтып жатырмыз, хабарлап жатырмыз. Оның бірден бір е-салық азамат қосымшасы, мобильді қосымшасы, ол өте оңай. Жаңағы Play Market'тен немесе App Store'дан скачать етіп, жүктеп алып, сіз ЖСН номер арқылы кіріп тапсыра аласыз. Сосын бұл декларацияны жергілікті тұрғылықты жеріңіз бойынша тапсырасыз, яғни мысалы өзіңіздің облысыңызды таңдайсыз, Қостанай облысы, Қостанай қаласы деген сияқты. Осы біздің облыста жалпыға бірдей декларациялау бойынша, үшінші кезеңі бойынша 250 нысан декларациясын 77.205 адамнан 46.765 адам тапсырды, яғни 61%. Содан кейін 270 нысаны бар, ол екінші. Ол декларация, 270 нысан декларациясы 27.836 адамнан 114.205 адам тапсырды, яғни 90%. Жақсы, енді жаңа айтып жатсыз ғой, негізі 77.000 адам декларация тапсыру керек, үшінші кезең бойынша. Ал бұның аяқталу мерзімі қашан, яғни қалған адамдар енді бір 30.000 шақты адам ғой, ол кісілер тапсырып үлгереді ме? 15 қыркүйекке дейін, жаңағыдай атап өткендей, егерде негізі бұл е-салық азамат, мысалы, мобильді қосымшасы арқылы негізі 1-2 минут уақытыңызды алады шындап келген кезде. Егерде сізде ешқандай активтер мен міндеттемелер шетелде болмаса, оны күтудің қажеті жоқ 15 қыркүйекті. Сондықтан да қандай бір қателіктер болмас үшін, өзіңізге сенімді болу үшін біз жаңағы біздің тұрғындарға, адамдарымызға, халыққа түсіндіреміз, оны күтудің қажеті жоқ, мерзімді 15 қыркүйекті. Үйде отырып ақ тапсыруға болады. Немесе егерде сенімсіз болсаңыз, онда мемлекеттік кірістер органдарына келуге болады. Яғни аудан болсын, қалада болсын, облыста жүрсеңіз де, мысалы, өзіңіздің жаңағы ақпараттарыңызбен келіп тапсыруға біздің мамандар көмектесуге әрдайым дайын. Содан кейін жаңа е-салық азамат мобильді қосымшасынан басқа Каспий қазір бізге қосылды, жаңа банк центр кредиті бар, егов мобайл бар, азаматтарға арналған үкімет порталы бар, веб-порталы, сол арқылы да тапсыруға болады. Жалпы, егерде 30.000 адам тапсырып үлгермей жатқан жағдайда, ол кісілерге жалпы қандай шаралар қолданылады? Бірінші, әкімшілік құқық бұзушылықта ескерту жасалынады. Егерде бір жыл ішінде жаңағы тұлға, мысалы, қайтадан дұрыс тапсырмай, немесе әдейі тапсырмайтын болса, 15 МРП, жаңа 15 айлықты есепті көрсеткіш қолданылады. Жақсы, түсінікті. Келесі, жалпы мемлекеттік кірістер департаменті тұрғындарға қызметтер де көрсетеді. Осы күнге дейін 8 айдың ішінде қанша қызмет көрсетіп үлгердіңіздер, және жалпы біздің тұрғындар сіздерге қандай көмекке көп жүгінеді?
Қостанай облысы бойынша ең сұранысқа ие қызметтер түрі салық есептілігін қабылдау, екінші Еуразиялық экономикалық одақта тауарлар экспорты кезінде салық нысандарын қабылдау, үшінші салық есептілігін кері қайтарып алу болып табылады. Қазіргі таңда осы айтылып барлығы, мысалы цифрын айтайын, 522.449 қызмет көрсетілді. Оның ішінде электронды түрде 519.830 адамға, мысалы, электронды түрде 99-да 5%, ал қағаз түрінде 2619, яғни 0,5% болып табылады. Түсінікті. Жалпы енді жаңа айтып өттіңіз, декларациялауды салық азамат қосымшасынан тапсыруға мүмкіндік бар. Жалпы көп естіп жатамыз, кірістер департаментіне көмекке жүгінгенде де осы салық қосымшасын ұсынып жатасыздар. Жалпы бұл қосымшаның артықшылықтары жайлы айтып өтсеңіз. Салық азамат қосымшасы 2020 жылы енгізілген болатын. Өзінің, жаңағы сіз айтып өткендей, өзінің артықшылықтарымен, ерекшеліктермен, жаңағындай атап өткендей, бұл жерде сіз декларациялар тапсыра аласыз. 240-шы декларация, қазіргі актуальны болып жатқан 250, 270 нысан декларациясы және 700 нысан декларациясын тапсыра аласыз. Сонымен қатар 2 минут ішінде сіз салығыңызды төлей аласыз. Сонымен қатар қазір тағы да бір актуальны, мысалы біздің салық кодексінде болып жатқан заң, жаңағы банкроттық дейді ғой, жеке тұлға мысалы өзінің банкроттық өтінішін де бере алады, бұл салық азамат қосымшасы арқылы. Сонымен қатар мемлекеттік кірістер органдарында электронды кезекті онлайн брондау, мысалы өзіңіздің атыңызда айыппұл бар ма жоқ па, соны да сіз өзіңіздің ақпараттарыңызды біле аласыз. Содан кейін мемлекеттік кірістер басқармасының қызметтерін ұсыну сапасын бағалау, жеке шоттарды қарау, міне осыларды сіз көре аласыз, қарай аласыз. Яғни енді сіздерге барып қажет емес, осы барлығын салық азамат қосымшасынан білуге болады, яғни жеңілдетілген, түсінікті. Келесі сұрақ, жалпы салық кодексіне өзгерістер енгізілген мәлім, қазіргі таңда осы бір салық жақтан ақсап тұрған бір олқылықтардың орнын толтыру үшін көптеген өзгерістер енгізіліп жатыр ғой. Сол өзгерістер жайлы айтып өтсеңіз салық кодексіндегі. Салық кодексіне өзгерістер дайындау бойынша жұмыс Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың салықтар санын және салық есептілігінің нысанын қысқарту, сондай-ақ салықтық әкімшілендіру жүйесіне сервистік тәсілді енгізу туралы тапсырма сәйкес жүргізілді. Мысалы, 2001-2005 жылдардағы салықтық өзгерістердің табысты тәжірибесі бар. Қазіргі таңда мысалы КПН 30%-дан 20%-ға дейін және НДС 20%-дан 12%-ға дейін төмендетілді. Содан кейін бақылау жазалау санатындағы шаралардың орнына хабарлама сипатындағы рәсімдерге баса назар аударылатын болды. Және де тіркеуден бастап кәсіпорынның өмірлік циклінің барлық кезеңдерінде жұмсақ сүйемелдеу жүзеге асырылады. Міне осындай өзгерістер. Яғни енді тұрғындардың өмірін жеңілдету барысында салықта пайызы түсіп жатыр, жаңағындай хабарлама деп жатырсыздар. Енді бұл халық жақсы жағынан қолдана алады деген сенімдеміз. Енді негізі өткен жылдың 23 жылдың 1 қаңтарынан бастап біздің елімізде жалпы Қазақстан бойынша бірыңғай төлем енгізілген болатын. Осы жайлы айтып өтсеңіз, жалпы бұл бірыңғай төлем дегеніміз не, жасалып жатқан шаралар осы бағытта? Қазақстан Республикасының салық кодексінде 2023 жылдан бастап қызметкерлердің табыстарына салықтар мен төлемдер төлеу бойынша балама жалақыдан бірыңғай төлем енгізілді. Жаңағы сіз айтып отқан жалақыдан бірыңғай төлемді арнайы салық режимдерінде жұмыс істейтін микро және шағын кәсіпкерлер болып табылатын дара кәсіпкерлер мен жаңағы ауыл шаруашылығымен пайдаланатын адамдар және немесе фермер қожалықтары үшін арналған бірыңғай төлем. Бірыңғай төлем резидент қызметкерлердің жалақысына салықтар мен жарналарды есептеу үшін ғана қолданылады. Егер қызметкер Қазақстан Республикасының резиденті болмаса, ол есеп режим үшін жалпы тәртіппен жүргізіледі. Жақсы. Түсінікті. Жалпы енді қазір тамыз айы, жыл басталғалы 8 ай өтті. Осы уақыт аралығында жалпы салық түсімі жасалған жоспарға сай түсіп жатыр ма, жасалып жатыр ма, жалпы қанша салық түсімі қазір орын алды? 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап, цифрды айтып өтейін, 217 миллиард теңге түсті.
Бұл дегеніміз енді біздің мүмкін облыстың тұрғындары салыққа өте байыпты, өте жақсы және де уақытылы төлеп отыратындығының дәлелі дейік. Жақсы, онда жалпы қазір қаламызда қанша кәсіпкер тіркелген, барлығы бірдей салықты уақытылы төлейді ме? Егер де төлемеген жағдайда ол кісілерге қандай шаралар қолданылады? Салық есептілігін ұсынбау, салықтар мен төлемдерді уақытылы төлемеу заң бұзушылық болып табылады. Қазіргі таңда тіркелген жеке кәсіпкерлердің саны біздің облыс бойынша 57.763 адам. 2023 жылдың 1 тамызындағы жағдай бойынша, мысалы, әкімшілік іс 8831 адамға қозғалған болатын, ал 2024 жылы 8458 әкімшілік ісі қозғалды. Енді 8.000 дегеннен кейін жалпы 57.000 кәсіпкер болса, оның 8.000-нің үстінен жалпы әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс қозғалса, жалпы бұл дегеніміз жеке кәсіпкерлер де салыққа немқұрайлы қарамайтындығының дәлелі, яғни барлығы уақытылы төлеп отыратындығы. Жалпы, жақсы. Келесі сұрақ, салықты ұзақ уақыт бойы төлемей келген жеке кәсіпкерлерден бөлек азаматтарға қандай шаралар қолданасыздар? Бюджетке төлемдерде белгіленген мерзімде, салық кодексінде көрсетілген мерзімінен кешіктірмей аудару қажет. Әдетте бұл есепті айдан кейінгі айдың 25-і. Егер салық агенті төлемдерді кешіктіріп аударса, онда әр кешіктірілген күн үшін өсімпұлдан басқа әкімшілік айыппұл төлеуге тура келеді. Айыппұлдар Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 279 бабының 91 бабына, 92 бабына сәйкес салынады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 279 бабының 2 тармағына сәйкес төлемді кешіктіру немесе толық емес соманы төлеу айыппұл салуға әкеп соғады. Яғни оның ішінде мысалы орта кәсіпкерлерге 10 айлықты есепті көрсеткіш, ірі кәсіпкерлерге мысалы субъектілеріне 20 айлықты есепті көрсеткіш болып табылады. Осындай айыппұлдар қолданылады. Жақсы, түсінікті. Жалпы енді осы жылдың көктемінде бізде бір су тасқыны орын алды, соның кесірінен де көп азаматтар үйсіз, жайсыз қалды, малсыз қалды, табыс көздері де болмай кетті, яғни енді ақша жағынан да қиналып қалған азаматтар бар. Соның ішінде 19 адамның салығы тоқтатылып, тағы 190 адамның тізімі ұсынылған еді, яғни тағы да салықты тоқтата тұру туралы. Енді одан кейін жарты жылдай уақыт өтті ғой. Осы жайлы айтып өтсеңіз, жалпы 19 адамның салығы қайтадан орнына келтіріліп төлеп жатыр ма, ал 190 адамның тізімі ол қалай болды? 2024 жылғы 17 сәуірде Қазақстан Республикасының қаржы министрі Қазақстан Республикасының өңірлерінде су тасқынынан зардап шеккен адамдар үшін салықтық әкімшілерді реттеудің өзге тәртібін белгілеу туралы 2024 жылғы 17 сәуірде 219 бұйрығына қол қойылды. Ол бұйрықта көрсетілген жаңағы құжат төтенше жағдайларда режимі жарияланған өңірлерде су тасқынынан зардап шеккен адамдардың салықтық міндеттемелерін орындау мерзімін ұзартты. Яғни айтып өтейін, 2024 жылы 1 шілдеге дейін барлық салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер, сондай-ақ 2024 жылғы 1 наурыз бен 30 маусым аралығында басылатын әлеуметтік төлемдер бойынша төлем мерзімдерін кейінге қалдыру ұсынылды. Одан кейін 1 наурыздан 30 маусымға дейінгі кезеңде басылатын салық есептілігін тапсыру мерзімдері 1 шілдеге дейін ауыстырылды. 1 шілдеге дейін мерзімінде орындалмаған салық міндеттемесінің орындалуын қамтамасыз етуді және салық берешегін мәжбүрлеп өндіріп алу шараларын қабылдауды тоқтата тұру. Сонымен қатар бізде тексерістер бар, мысалы кешенді, тақырыпты, қарсы, хронометражды деген сияқты. Бұлардың барлығы кейінге қалдырылды. Осы айтылып жатқан мерзімдер арасында. Ал мерзім біткеннен кейін ары қарай уже салықтық есептілік жүре береді. Жаңа қателеспесем, 1 шілдеге дейін деп айттыңыз, Енді қазір тамыз айы, бір ай өтті. Жалпы адамдар қайтадан бұрынғы өміріне келіп жатыр ғой, салықтар түсіп жатыр ма ол кісілерден?
тарапынан әрине ол бұл құжат қол қойылғаннан кейін өзінің жаңағы мерзім уақытының арасында ол мерзім уақыт біткеннен кейін ары қарай жалғастыра береді салық есептілігін табыстау жаңағы мерзімі бойынша ақпараттарын. Келесі сұрағымыз осы жылдың басында енді өткен жылдың желтоқсан айы мен осы жылдың қаңтар айынан бастап адамдардың арасында дау туғызған мобильді аударымдар туралы тақырып болған еді. Көптеген адамның көкейіндегі сұрақтары болды ғой. Жалпы қазіргі сол сатушылар, саудагерлер, кәсіпкерлер QR кодтармен, Каспимен қабылдамай жатқан уақыттарды кездесті. Сол мобильді аударымдар туралы айтып өтсеңіз, жалпы қазірге дейін тұрғындардан кәсіпкерлерге деген шағымдар түсіп жатыр ма, және де шағымдар түссе, оның нәтижесі қалай болып жатыр? Қазіргі уақытқа дейін шағымдар түскен жоқ, жаңағы халықтан, тұрғындардан. Мобильді аударымдар жеке тұлғалар арасында өзінің жеке мақсаттар үшін қолма-қолсыз ақша аударымдарын жасауға арналған және оған салық салынбайды. Бірақ мобильді аударымдар тексеру заңсыз кәсіпкерлікке қызметті көлеңкеден шығаруға бағытталған. Тек әртүрлі тұлғалардан, мысалы, сізге 100 адамнан, 100 тұлғадан, мысалы, 3 ай қатарынан сізге жаңағы аударымдар түсетін болса, сіз жаңағы кәсіпкерлік қызметтің белгілері байқалған жағдайда уже көзге түсесіз деген сияқты ғой. Кәсіпкерлердің төлем карточкаларын пайдалана отырып, төлемдерді қабылдаудан бас тартқаны үшін бірінші ретте әкімшілік жауапкершілік тартылады, яғни ескерту. Ал қайталанған жағдайда 147.680 теңге айыппұл төленеді, яғни 40 айлықты есепті көрсеткіш болып саналады. Сіздер өздеріңіздің департаменттің атынан жалпы тексеріс жұмыстарын жүргіздіңіздер ме осы мобильді аударымдар бойынша? Себебі қыс кезінде енді барлығы бірдей қабылдамай, тұрғындар енді қорқып, енді не істейміз деген сияқты. Себебі қазіргі таңда көбі енді QR кодпен төлеуге, карточкалармен төлеуге негізі үйреніп қалды ғой. Қараңыз, жыл басынан бері бізге ешқандай да шағымдар түскен жоқ, тұрғындардың тарапынан, сондықтан да тексеріс болған жоқ. Жақсы, түсінікті. Жалпы енді тағы да бір мәселе банкроттық, өткен жылдан бастап енді талқыланып келе жатқан өзекті мәселе десек болады. Қазірге деген неше адам банкрот деп танылды, неше адам өтініш берді. Жалпы ол банкрот деп танылған кісілердің қарызы қанша теңге, неше теңгені құрады? Қостанай облысы бойынша банкроттық заңы 4 миллиард 216 мың миллион теңге мысалы сомасына 2136 жеке тұлғалар өтініш берілді. Біздің статистика бойынша банкроттыққа өтінім берді. 1 миллиард 38 миллион 440 21 теңге сомасына 404 борышкер банкрот деп танылды. 1497 борышкерге өтініш бойынша бас тартылды. Оның негізгі себебі өтініш бергенге дейін 12 ай ішінде төлемнің болуы. Жалпы, яғни сонда 12 ай бойы ештеңе төлемеу керек па? Қазіргі таңда өзгерістер енгізілді. Осы жеке тұлғалардың жаңағы банкроттыққа жаңағы өтінім беру бойынша қазіргі таңда ол мысалы 12 ай ішінде сізге 2000 теңге аударым түссе, ол сіз жаңағындай жалақы алып отырсыз деген нені көрсетпейді. Мысалы, бұл жаңағы сіз төлеу қабілеттілігі жоқ деген нені көрсетеді, айтылады. Нәтижені береді. Жалпы, жаңа айтып өттіңіз, 1 миллиард 38 миллион теңге енді борышкердің қарызы деп жатырсыз, Бұл ақшаны сонда мемлекет төлейді ме, әлде ол кешіріледі ме? Жалпы, осы процесс қалай жүргізіледі? Бұл өтінішке бермес бұрын жеке тұлға білу қажет. Бастапқы 3 жылда ол кісінің мысалы несі бақылауда болады. Мысалы, өзінің жаңағы финансовый жағдай дейді ғой, мысалы, ол қаржылық жағынан бақылауда болады. Жалпы, енді жалпыға бірдей декларациялаудың 3-ші кезеңі болды, осы жолы өтіп жатыр, қыркүйек айының 15-іне дейін. Осының алдындағы 2 кезең туралы айтып өтсең, және соңғы 4-ші кезеңі қалай жүзеге асады? Кім тапсыру керек, кім тапсырды осы күнге дейін? Жалпыға бірдей декларациялаудың 4 кезеңі бар.
2021 жылдан бастап келе жатыр. 2021 жылы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік қызметте істейтін адамдар және олардың жұбайлары, оларға теңестірілген адамдар тапсырған болатын 250 нысан декларациясын 15 қыркүйекке дейін. Екінші кезеңде квази мемлекеттік секторда жұмыс істейтін адамдар және мемлекеттік мекемелерде жұмыс істейтін кісілер және олардың жұбайлары тапсырған болатын 15 қыркүйекке дейін. Міне қазір үшінші кезеңде заңды тұлғалардың басшылары, құрылтайшылары, қатысушылары, дара кәсіпкерлер тапсырады. Ол мерзімі 15 қыркүйекке дейін. Ал төртінші кезең 2025 жылдың 1 қаңтарынан 15 қыркүйегіне дейін қалған санатты адамдар. Коммерциялық емес ұйымдар, үйде отырған әйелдер деген сияқты студенттер 18 жасқа толған сол кісілер тапсыратын болады қалған санатты. Жалпы бұл жалпыға бірдей декларациялау бізге не береді? Біріншіден, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес нысанында негізделінген бұл декларация жалпыға бірдей. Және де мысалы мүмкіндігі шектеулі адамдарға мысалы өтініш беріп қажет емес, оны декларациядан қарап керекті мысалы пособиясын несін бере алады. Тұрғындарға бізде кері байланыс дейді ғой, мысалы 1414 нөміріне хабарласуына болады. Если қандай да бір салық жөнінде сұрақтар болатын болса, 1414 қосымша номер 3 санын баса біздің мемлекеттік кірістер органдарына түсетін болады қандай да сұрақтарымен. Студиямызға келіп, өздеріңіздің ақпараттарыңызбен бөліскендеріңіз үшін көп рахмет. Мерей Жұлдыз Сүлеймен. Бүгінге осы құрметті көрермен тақырып бағдарламасы өз соңына жетті. Сіздерге керекті, қажетті ақпараттарды бере алдық деген сенімдеміз. Келесі кездескенше.